Сессияны қалай 90+ке жабуға болады? Қайырлы кеш болсын достар, сіздермен бірге нейрон жобасы. Біз бүгін қазір аталған тақырыпты талдайтын боламыз, себебі қазір көбісі сессия тапсырып жатыр. Сол себептен видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, видеоға лайктарыңызды басып қойсаңыздар, және де видеоны достарыңызбен таратсаңыздар болады. Алғашқы кеңес: сессияға алдын ала дайындалыңыз. Желательно әр пәннен жаңа тақырыпты өткен сайын біліміңізді қорытындылап тұрсаңыз, онда ол өте керемет болады. Бірақ та жаңа сессияға 2-3 сағаттан алдын кірер кезде миыңызға 3-4 ай бойы оқымаған білімді сидірудің қажеті жоқ. Себебі сессияға кірген кезде бәрібір сіз ол жинаған оқыған ақпараттарыңыз ойыңыздан просто болмаған секілді, оқымаған секілді шығып кетеді. Екінші кеңес: ол емтиханда айту керек ақпаратты жүректерге бөлу керек. Күнді жеу үшін оны естественно дәл жей алмаймыз, сондықтан ол жілттерге бөліп жей аламыз. Сол секілді бізде емтиханда 100 сұрақ жаттау керек болса, мәселен оқу керек болса, бізде ол невозможно нәрсе секілді көрінуі мүмкін. Сол себептен ол невозможно нәрсе болып көрінбес үшін, және де прокрастинация ұрып емтиханға дайындаламын деген кезде сіз инстаграмға немесе тиктокқа кіріп вообще қажет емес видеоларды көріп кетпес үшін, егер де сізде емтиханда 100 сұрақ оқу керек болса, бүгін 20 сұрақ, ертең 20 сұрақтан дайындалғаныңыз дұрыс болады. Сол кезде сізде 5 күнде толық емтихан сұрақтарына дайын болып шығасыз, және де әр күн сайын алдыңғы жаңағы оқыған ақпаратыңызды алдыңғы күнгі соны қайталап тұрыңыздар. Сол кезде сізде оқыған ақпараттарыңыз міндетті түрде прям бүкіл өміріңізде есте сақталады деп қаймықпай айта берсек болады. Үшінші кеңес: микронаушники, екінші телефон, шпорт деген нәрселермен емтиханға кірме, және де кіруді ойламады. Себебі кіруді ойласаң, сен емтиханға өз күшіңмен дайындалуға желаниең кетіп қалады. Екіншіден, егер де сен ондай заттармен емтиханға кірсең, сенде жуткий қобалжу басталады, және сен біліп тұрған біліміңді просто так ұмытып қаласың. Үшіншіден, сен сасқалақтап жаңағы алып келген заттарыңды қолдана да алмай қалу мүмкіншілігің жоғары болады. Төртінші кеңес: дұрыс ұйықта. Себебі түнгі ұйқы кезінде бізде мелатонин гормонының бөлінетінін өзіңде жақсы білесің. Егер де сен таңға дейін дайындалып, таңертең ғана ұйықтайтын болсаң, сенің ағзаңда мелатонин және де серотонин гормондарының бөлінісі бұзылады. Егер де мелатонин дұрыс бөлінбесе, сенің есте сақтау қабілетің төмендейді, ал серотонин дұрыс бөлінбесе, серотонин гормон бізде басқаша бақыт гормоны деп атайды. Сен просто депрессияға кіріп кетесің, и сенің экзаменге дайындалуға түк желаниең қалмайды. Осылай бізде қарапайым дұрыс экзаменге дайындалу тиімділігімізге әсер ете алады екен. Бесінші кеңес: дұрыс тамақтан. Дұрыс тамақтану арқылы өзіңнің ағзаңды қолда. Себебі экзамен кезінде сенде бесконечный қобалжу, стресс деген секілді сезімдерді испытывать етесің. Ол кезде нервус вагус бізде асқазанның қабаттарын тітіркендіреді. Сол кезде егер де сен дұрыс тамақтанбайтын болсаң, және де жаңағы постоянный қобалжудан асқазанның стенкалары зақымданып, яғни қабаттары зақымданып, сенде гастрит, язва секілді аурулар шығып кетуі мүмкін. Алтыншы кеңес: емтиханға дайындалып отырған кезде дайындық арасында міндетті түрде ойыңды жазып келуді ұмытпа. Себебі сол жаңағы ой жазу процесстерден кейін біздің ағзамыз обновляция еткендей жаңағы күйде болып, саған жаңа ақпараттар ойыңа жақсы кіретін болады. Алдында мен де солай экзаменге дайындалдым. Бізде ол кезде қателеспесем топ анатомиядан рубежный контроль болды. Дайындық барысында маған 50 шақты сұрақты жаттау керек болды. Сол кезде сұрақты жаттау керек деп түңіліп үйде отыра бермей, мен сыртқа шығып спортпен айналысып арасында басқа кітаптар оқып, жаңағы ойымды сергітіп алғанның арқасында маған информация памятіме жақсы қонды, және де мен келесі күні емтиханды 90 балға жаба алдым. Жетінші және де қорытынды соңғы кеңес: міндетті түрде емтиханға дайындаған кезде, және де емтиханға дайындықтан кейін ұйықтар кезінде міндетті түрде медитация тыңда. Медитация ол сенің ойыңды бір жерге жинақтайды, шашыраңқы ойлардың барлығын ұмытып сен демаласың, жаның тынышталады, и сол арқылы сенде естественно ертерек ұйқыны сөйте аласың, ұйқыға ене аласың, потому что көп информация алғаннан кейін ойың әртүрлі жерге шашыраңқы болып, әртүрлі нәрселерді ойлап дұрыс ұйықтай алмайсың. Егер де медитация тыңдасаң, сен сол ойыңның барлығын бірнеше минутқа ұмытып просто демала аласың. Сонымен қатар медитация сенің қобалжуыңды басып, өзіңе сенімділік бере алады. Видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, видеомен өз достарыңмен бөлісіп, және де видеоға лайк басып, төменгі комментарийға видео жайлы өз пікіріңді жаза кетсең, каналдың дамуына өте қатты көмектесер едің. Және де есіңде сақта, бүгін сенің ең бақытты әрі ең сәтті күнің болады. Бәрі жақсы болады, сен бәрінен өтесің. Сенімен бірге болған нейрон. Келесі көріскенше.